Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында чак-чак дайындайтын боламыз. Ең алдымен міне табаға жұмыртқамызды салып, кішкене сода қосып, жақсылап тұрып, араластырып, қамыр илеп қоямыз. Қаттылау болған әрине жақсы. Мінекей видеода көріп тұрсыздар, осылай илеп, басын біріктіріп, қаттылау болса пакетке сап қоямыз. Мінекей енді сап-сары қылып жаясыз. Қатты жұқа қылып жермейсіз, қатты қалың қылып жермейсіз, орташа қалыңдықта жаясыз. Мінекей әдемілеп ұндап аласыз. Осылай еттің қамырына ұқсас етіп кесіп аласыз да, қамырдың ортасын бөліп, содан кейін екі бөлікке бөліп, майдалап кесіп шығасыз. Міне видеода бәрі анық көрсетіліп тұр. Осылай енді қызып тұрған майда қуырып аласыз. Демде қуырылып қызарып шыға келеді. Тез-тез жылдамдық керек. Оттың асты қатты болмау тиіс. Орташа отта қуырып алыңыз. Соның өзіне осындай қызарыңқы болып шығады. Мінекей біздің чак-чагымыз дайын. Енді сиропын дайындаймыз. Оған шекерді сап-сары болғанша 2 минуттай қайнатамыз. Одан кейін барып үстіне балық қосамыз. Сосын әкеліп, жаңағы чак-чагымыз үстіне құйып, формада әдемілеп қатырып аламыз. Мінекей әп-әдемі чак-чагымыз дайын болды. Пакетке буып жасай салдым. Азғана жасағаннан кейін. Егер де сіздер мол жасасаңыздар, үлкен ыдысқа қатыруға болады. Менде бар жоқ осы біз бір тарелка ғана шықты. Үлкен етіп, құрамын үлкейтіп жасай берсеңіздер